Жемдер, жем сулары бар. Құмы бар. Шөптер бар. Күндіз жайылып. Жағдайлар жаман емес сияқты. Қызыл лампыны түсіріп қоямыз түнде. Кешке кіргіземіз. Күндіз жайылып. Қол тегенде. Жалпы осылай ғой. 10 күн болмағандар бар. 10 күннен асқандар бар. 10 күн болмағандарға мына видеода 10 күн болды бүгін. Салмақтарын өлшедік. 550, 600 сондай салмақтар. Көбі 550 де бар, 400 де бар, 450 де бар деген. Салмақтар өте жақсы. Мана видеоны жалғастырамыз. 10 күн болмаған кезінде қайтадан ортасына қыстырылып жеп отыр. Комбикорм старт жеп тұр. Әзірше енді рост беретін шығармыз. Комбикорм. Содан кейін жайлап жемге көшуге болады. Жалпы бірінші күннен бастап 90 күнге дейін комбикорммен жарған жем беріледі. Қаншалықты көбірек берсе комбикорм соншалықты жақсы ғой, бірақ енді бір айдан кейін 20 күннен кейін сол жарған жемге көшіп кетуге болады. Жарған жем арпа, бидай, жүгері деген сияқты. Комбикорм араластырып та беруге болады. Солай да беруге болады. Барлығын қосып та беруге болады. Қосып берсе жақсырақ. Содан кейін енді тірі жем жейді ғой. Жаңағыдай бидай, арпа болсын, жүгері болсын, барлығы болсын. Бұлар мына сарыларға, ленділарға Ресейден келген жұмыртқалар ғой. Бұларға әлі 10 күн болған жоқ. 10 күнде салмақтарын өлшейміз бұйыртса. Мына қоңырлар, жатыстар. Бұлар 10 күннен асты, бірақ 10 күннен бұрын 7-ші күні ма, 8-ші күні ма өлшедік бір жұмада. Олар деген 420, 400 грамм, 380, 320, 280 сондай грамм болады. Мүмкіндік болса, ертең шек құртқа береміз. Мына еселен, жаңағыда асыда 2 соларды да қалай беру керектігін көру керек. Олар да жақсы дейді ғой. Жалпы таза ауа, күннің көзі құрғақ болса, жемі жақсы, су үзілмесе, иншалла өседі ғой. Қаздың өзі жақсы болса, балапанның өзі. Дұрыс себебін дұрыс алсаң, иншалла өседі, жақсы өседі әнжелді. Суға түсіп атқан жоқ, енді күн салқын қанша дегенмен. Көктемнің соңғы айы болса да. 1-2 күн болды жылып атқан жайлап. Оның өзінде бүгін жел күн. Не болса да ауа райының берекетті болсын, берекеттілеу керек дейді ғой. Бұлар енді бір айдан асқандар. Майдың 2-3-тер. 10 күнде 300-400 грамм, 450 грамм. 450 болды көбі. 520 грамм болды. 20 күнде бұлар көбі 1200-1300 1 кило 200 грамм, 1 кило 300 грамм сондай болды көбі. 1400 болды, сосын 1 кило 1500. Енді 1-2 күн қолды комбикорм бұлар алып тұрғаладыр. Енді келгенше. Бұл бірақ енді бұлар кетеді берді осқандар. Бұлар енді қалай алатын берді. Қалай жем жейді. Оразада инкубатор кіріп, 2 ораза біткенге инкубатордан шыққандар ғой, Рамазан айында. Бұлар да Ресей
болдық. Тазалап. Қаздардық аяқталды енді. Тауықтары, үйректер енді берді. Алма ағашы гүл атып отыр. Жарайды, шет жағы жарайды. Үйреніп кеткен шығар. Жаман сүңгіп тұрғы мана кірсің. Сүңгіңдірші шаны. Түрек көрсетіңдірші.